Сәлем достар, сіздермен мен мистер Ерба. Бүгін жасаған антеннамды сынап көрсететін боламын. Яғни теледидардың көмегімен телеарналарды іздеп көретін боламыз. Міне бізде жасалған антенна. Оны біз теледидарға жалғаймыз. Жалғап болғаннан кейін пульттің көмегімен теледидарды қосамыз. Бұл жерде айта кетейін, менде каналдар автоматты түрде тауылып тұр, бірақ сіздерге шынайы болу үшін мен қайтадан каналдарды іздеймін. Ол үшін біз настройка бөліміне өтеміз. Настройка бөліміндегі трансляцияға барамыз. Трансляциядан параметр автонастройканы таңдаймыз. Автонастройканы таңдаймыз. Пуск батырмасын басамыз. Бұл жерден антеннаны таңдаймыз. Тип каналдан цифрлық телеарналарды таңдаймыз. Сканирование батырмасын басамыз. Біздерде сканирование каналы немесе поиск каналы жүріп жатыр. Алғашқы 11 арнамызды біз міне 27 каналдан таптық. Және де 36 каналдан қалған 15 телеарнаны таптық. Осылай толық поисктың аяқталғанын күтеміз. Мен Орал қаласының шеткі жағында тұрамын. Және де бұл шеткі жақтан да бұл антенна өте керемет сигналдарды қабылдап тұр. Поиск біткеннен кейін закрыть батырмасын басамыз. Және де менюден шығып кетеміз. Көріп тұрғандарыңыздай, бірінші телеарна бізде Қазақстан ұлттық телеарнасы. Сапасын көріп отырсыздар. Келесі телеарна біздегі Хабар HD телеарна. HD форматында өте тамаша көрсетіп тұр. Және де бұл антенна барлық телеарнаны өте жоғары сапада көрсетіп тұр. Ары қарата мен барлық каналдарға шолу жасаймын және сапасын көрсететін боламын. Осындай екі нәрсенің арқасында біз телеарналарды өте жоғары сапада көріп отырмыз. Егер менің видеоларым ұнаса, лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сонымен қатар описание бөлімінде әр қаланың каналдар тізімінің ссылкасын қалдыратын боламын. Сол ссылкаға өту арқылы өзіңіздің қалаңызда қандай телеарналар көрсететінін біле аласыздар. Сонымен қатар менің инстаграм парақшама тіркеліңіздер және де жеке почтама хат жазу арқылы сұрақтарыңызды қоюларыңызға болады.